Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласының жұмыссыз жүрген азаматтарының атынан біз сіздің саясатыңызды қолдайтын азаматтар, еліміздің тұрақтылығы мен дамуы жолындағы еңбегіңізді жоғары бағалаймыз. Сіз бастаған реформаларға сенім артып, сіздің бағытыңызды толық қолдаймыз. Біздің тарапымыздан ешқандай саяси талап жоқ. Біз тек әлеуметтік экономикалық мәселе, жұмыссыздық проблемасына назар аударуыңызды сұраймыз. Біз Ақтау қаласының жұмыссыз азаматтары қалада мансап жұмыспен қамту орталығында тіркеуде тұрмыз. Бірақ та біз тұрақты жұмыс таба алмай жүрміз. Арамызда осы жұмыспен қамту орталығында айлап жылдап жүрген азаматтар бар. Қазіргі таңда мансап орталығының ұсынатын жұмыстары уақытша немесе айлығы мардымсыз бос жұмыс орындары. Ақтау қаласының аумағындағы ірі компаниялар мансап орталығына бос жұмыс орындарын ұсынбайды. Ақтау қаласының аумағындағы ірі компаниялар Ақтау қаласының жұмыспен қамту орталығында тұрған жұмыссыз азаматтардың санын қысқартудың орнына бос жұмыс орындарын ұсынып, олар пайда болған бос жұмыс орындарына адамдарын сырттан еңбек кезет және немесе самұрық сияқты тағы да басқа сайттарға салып, сол жерден адамдарды жұмысқа алып отыр. Қазіргі таңда Ақтау қаласының мансап жұмыспен қамту орталығында 5700 адам тіркеуде тұр. Біздер Ақтау қаласының жұмыссыз жүрген азаматтары Маңғыстау облысы әкімшілігіне, Маңғыстау облысы жұмыспен қамту орталығына, Ақтау қаласының әкімшілігіне, Маңғыстау облысы мәслихатына, Маңғыстау облысының прокуратурасына, Қазақстан Республикасының мәжіліс депутаттары мен Аманат партиясына, Маңғыстау облысының қоғамдық кеңесіне, осылардың барлығына бардық. Бірнеше рет кездесулер болды. Ұжымдық хаттарымызды да жаздық. Жұмыссыздық мәселесі бойынша бірақ та ешқандай оң нәтиже жоқ. Біздің барлық барған жерлерде жазған хаттарымызды көтеріп жүрген мәселеміз тұрақты жұмыс мәселесі. Бізде Маңғыстау облысында ірі компанияларды аудандарға бөліп меморандумға отырғызған, бірақ Ақтау қаласы меморандумнан тыс қалған. Сондықтан Ақтау қаласының аумағындағы ірі компаниялардан ешқандай вакансия, яғни бос жұмыс орындары бөлінбей отыр. Біздің көтеріп отырған мәселе Ақтау қаласы аумағындағы ірі мекемелерден бос жұмыс орындарының бөлінуін сұраймыз. Атап айтқанда Казтрансойл, Маек, Марпорт, Каспий Битум және басқа да Ақтау қаласының аумағындағы ірі компаниялардан. Біздің талабымыз Ақтау қаласының аумағындағы ірі компаниялар Ақтау қаласымен меморандумға отырсын. Бөлінген вакансиялар тікелей Ақтау қаласының мансап орталығына берілсін. Біздің үміткерлер ешбір себепсіз жұмысқа орналассын. Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы, біздің сізге осы үндеу жолдаудан басқа амалымыз қалмады. Біздің осы мәселемізге сіздің тікелей араласуыңызды сұраймыз. Қолдаймыз ба, жігіттер? Қолдаймыз ба? Қолдаймыз ба? Пауза. Болғанша